Қайырлы күн, саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сіздермен өтетін тақырыбымыз тағамдық қоспалар ретінде қолданылатын тұз қышқылы және хлоридтер өкілдері. Алдымен тоқталсақ, қандай тағамдық қоспалар туралы айтамыз. Яғни біріншісі Е507 атты хлорсутек қышқылы, Е508 атты калий хлориді, Е509 атты кальций хлориді және де Е511 атты магний хлоридіне тоқталамыз. Сонымен алғашқысы Е507 атты хлорсутек қышқылының қолдануына келетін болсақ, тамақ өнеркәсібінде тек тұз қышқылының сулы ерітіндісі қолданылады екен. Яғни біз газ күйіндегі немесе қатты күйіндегі тұз қышқылын қолданбай, тек сулы ерітіндісін қолданады екенбіз. Жалпы қолданудың осы қоспаның негізгі қолданылуы бұл инвертті сироп жасау екен. Яғни осы инвертті сироптың арқасында жемістің салмалары, помада өнімдері, кремдер секілді осы заттардың құрамы қантталмайды екен. Яғни қанттың мөлшерін азайтады екен. Сонымен қатар ұзақ уақыт сақтаған кезде өнімдердің осы құрамдағы қантты азайту процесіне көмектеседі екен. Сонымен қатар тұз қышқылы қышқылдандыру және де pH деңгейін реттеу қызметі бойынша мынандай заттың құрамына кездеседі. Яғни бұл меласса дейміз, арақ өндірісінде қолданылатын өнім, сода суы, яғни сельцер дейміз, желатин және де лимон қышқылының құрамында кездеседі екен. Қолдануына келетін болсақ, Е507 темірдің сіңуін тездетеді екен. Сондықтан да тұрақтандырғыш Е507 гипохромды анемияны емдеу үшін жалпы қоспаларға қосылады екен, қосымша өнім ретінде. Сонымен қатар тұз қышқылы жалпы тұз қышқылмен тікелей байланыс өте қауіпті екен. Яғни теріге және де шырышты қабаттарға тиген кезде зат қатты күйік шалдыру мүмкін екен. Сондықтан өте абайлап қолдану керек. Сонымен қатар бұл тұз қышқылының ингаляциясы, яғни буымен адам демалатын болса, бірден зиянды екен. Келесі біздің қоспамыз бұл Е508 атты калий хлориді немесе тұз қышқылының калий тұзы деп атаймыз. Жалпы бұл тұрақтандырғыштар жатады екен. Жалпы калий хлоридінің тұрақтандырғыш ретінде қызметіне байланысты мынандай өнеркәсіптерде қолданылады екен. Яғни бұл ірімшік өндірісі, қоюландырылған сүт, көкөніс және жеміс консервілеріне арналған құю өндірісінде қолданылады екен. Сонымен қатар Е508 тағамдық өнеркәсіпте басқа да технологиялық мәселелерді шешеді екен. Мысалға, құрғақ сүттің кебіп кетуінен, жиналуын болдырмайды екен. Жаңағы пісіру ашытқысы дейміз, немесе дрожжи дейміз, иә. Осы дрожжының өсіру ортасы ретінде қолданылады екен. Сонымен қатар диеталық тағам дейміз ғой. Диеталық тағамның құрамында ас тұзын алмастырғыш ретінде осы Е508-ді қосады екен. Сонымен қатар калий хлориді жалпы көп мөлшері қауіпті екен. 15 граммнан егер асатын болса, мынандай белгілер байқалады. Яғни бұл әлсіздік, шатасу, сөйлеудің бұзылуы, сонымен қатар жүректің аритмиясы және де бронхтың жалпы спазмасына әсер етеді екен. Келесі жалпы біздің тоқталатын қоспамыз бұл Е509 атты тұз қышқылының кальций тұзы немесе кальций хлориді дейміз. Жалпы негізгі технологиялық функциясы бойынша тамақты тұрақтандырғыш ретінде қолданылады. Сонымен қатар қоюландырғыш, қатайтқыш, гельдік агент ретінде де белгілі екен. Жалпы мына кестеге назар аударсақ, Е509 қоспасы бар тағамдар. Бірінші, яғни графада ұнтақталған сүт дейміз, немесе сухое молоко деген есіммен белгілі, және де картоп түйіршіктеріне қолданылады екен. Яғни бұл не себепті қолданады? Жалпы өнімнің суда жақсы еруіне ықпал етеді екен, кесектердің пайда болуына жол бермейді екен, және де кальциймен адамның организмін байытады екен. Келесі графаға назар аударсақ, консервіленген көкөністер мен жемістің құрамында, яғни термиялық өңдеу кезінде қолданылады және де ұзақ сақталу процесіне де жағдай жасайды екен. Және де осы ұзақ сақтауға байланысты көкөністердің жұмсарып кетпеуіне де осы әсер етеді екен. Мысалға, оған назар аударсақ, дүкеннің сөрелерінде қиярдың қытырлап тұруы, немесе басқа да көкөніс жемістердің қытырлап тұруы осы Е509-ға байланысты екен. Және де келесі, пастерленген сүт дейміз, немесе біздің күнделікті тұрмыста қолданылатын пакеттіктегі сүттер дейміз ғой, сол сүттерді құрамында осы Е509 кездеседі екен. Яғни бұл оның коагуляциясын тездетеді екен, тығыздығын жақсартып, өнімнің өнімділігін арттырады екен.
Және де сыра дейміз. Көпшілігіміз қолданатын сыра немесе пиваның құрамында pH-ты реттеу ретінде қолданылады екен. Және де желет тәрізді, яғни сағыз құрамындағы заттардың осы созылыңқы болуына да осы Е509 атсалысады екен. Келесі, осы Е509 кальций, яғни бұл кальций хлориді кальций элементінің негізгі тамаша көзі болып табылады екен. Сондықтан оны D витаминімен бірге жаңағы белсенді өсу кезінде балаларға да және де жасөспірімдерге де бірге беріледі екен. Сонымен қатар остеопороз деген ауру бар адамдарға да жалпы тұтынуға кеңес беріледі екен. Келесі біздің соңғы тоқталатын қоспамыз бұл Е511 атты магний хлориді. Е511 бұл тұрақтандырғыш болып табылады екен. Әдетте қатайтқыш, толтырғыш және де ас тұзын алмастырғыш ретінде тағамдық қоспа болып қызмет атқарады екен. Қолдануына келетін болсақ, қоюландырғыш қызметі арқасында желе кондитерлік өнім, яғни желе деп отқанымыз, жаңағы желе және де сағыз өнеркәсібі дейміз ғой. Және де йогурттар, балалардың тағамдарының құрамында кездеседі екен. Нан пісіретін ашытқыға қоректік орта ретінде қызмет атқарады. Және де алкогольсіз сусындар, яғни энергетик дейміз, немесе газдалған сусындарда pH деңгейін реттегіш ретінде қолданылады екен. Зиянына келетін болсақ, яғни осы магний хлоридінің үлкен дозасы асқазан мен ішекке тітіркендіргіш әсер етеді екен. Сонымен қатар диарея ауруының тудыруына әкеліп соғуы мүмкін. Және де осы магний хлориді бар ванналар жүрек және де қан аурулары бар адамдарға қарсы екен, яғни қолдануға мүлдем тыйым салынады екен. Ал пайдасына келетін болсақ, магний хлориді аш ішекте сіңеді екен және де денеге оңай сіңіп кетеді екен. Сонымен қатар биологиялық белсенді өнім болып табылады, қабынуға қарсы, анальгетикалық және де иммунотропты әсерді жалпы көрсетеді екен. Жалпы осымен бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.